Баршаларыңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге керемет рецептермен бөлісетін боламын. Енді пицца мен борсақтың тестісін дайындайтын боламын. Бізге су, жылы сүтіміз, қантымыз, тұзымызды сала отырып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Әбден еруі керек. Мен аз ғана майонезді қосуды жөн көрдім. Ашқымызды салдып, жақсылап тұрып араластырамыз. Осы кезде сіздер 5-10 минутқа көтерілуге қойсаңыздар болады. Енді дрожжымыз кішкене ашып, бетіне көбік пайда болып тұрады. Мен ұнымызды 2-3 бөлікке бөле отырып, орташа тығыздықтағы жұмсақ қамыр илейтін боламын. Ертең ес шығарып алғым келіп тұр. Аталар күні, 2-ші күн. Қалғанына балаларға пицца дайындап беруді жөн көрдім. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ, тығыздықтағы, орташа тығыздықтағы қамыр болды. Бетін жауып, ашытуға қоямын. Екінші мен орама жасағым келіп тұр. Бір дана жұмыртқа, тұзымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді мен жұмыста боламын. Күндіз күні қолым босамайды. Кешкі уақытқа келгенде тамағымыз дайын тұрсын деп пісіріп жатқаным. Енді балалар балабақшадан келгенде қарындары ашып келеді. Сонда тез арада жылытып жеуге пісіріп жатырмын. Бізге керекті су, бір дана жұмыртқамызды тұзымыз салып, орташа тығыздықтағы қамыр илейтін боламыз. Енді қамырымыз қаттырақ болғаны жақсы. 2-3 бөлікке бөле отырып, қамырымызды илеп алатын боламыз. Өте дәмді, керемет, тез дайындалатын тағамдардың бірі. Бүгінгі кеште жасаған жұмыстарымның біреуімен бөлісейін дедім. Сіздерге мүмкін сіздердің де қажеттеріңізге жарап қалар. Қамырымыз дайын болды. Бетін салапамен тұндыруға жібереміз. Оған дейін біз салмамызды дайындайтын боламыз. Бізде тартылған ет, сиырдың етінен, оған үстіне картоп ұсақтап турап жатырмын. Дәл видеодағыдай етіп турасаңыздар болады. Сіздер асқабақ қоссаңыздар да болады. Өз қалауларыңызға байланысты. Енді міндетті түрде биязы молынан салсаңыздар, өте дәмді, сулы, сочный болып шығатыны сөзсіз. Мен 3 дана картоп қостым. Биязымыздан да 3 данасын турап салдым. Одан кейін дәміне қарай тұзын, қара бұрышын, ұнатсаңыз паприка салсаңыздар болады. Қалауларыңызға қарай. Жаңа түскен келін болсаңыз, не жасарыңызды білмей, отбасыңызға қандай тағам жасаймын деп бас қатырып отырсаңыз, сіздерге оңайы осы. Тез ғана уақытыңызды алмайтын, тез дайын болатын тағамдардың бірі. Видеода тұзын, қара бұрышын, паприкасын салдым. Ерекше дәм береді. Жақсылап тұрып, араластырып, біріктіріп алыңыздар. Картопы, биязы барлығы етпен бірге араласып, асықпай араластырып алыңыздар. Одан кейін қамырыңызды жаюға кірісетін боламыз. Меруерт асханасына тіркелмеген оқырман болсаңыз, тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, қолдап жүріңіздер. Және де менің блогым, рецептім ұнаған болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Енді жұмыстан асығып келгенде, енді күн алдын ала пісіріп қойып, жылытып жесеңіздерге тіптен керемет болатын тағамның бірі. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді бір-екі қайтара елеп жіберіп, осындай жұқалау қамыр жайып алатын боламыз. Өте дәмді, сочный болып шығатын, тез дайындалатын тағамдардың бірі. Менде 2 орама шығатын болады. Осы кезде мантаваркамыздың табағына суымызды құйып газге қойып қоятын боламыз. Астына 1 қасықтай тұз салып жіберіңіздер.
үлкен дөңгелек болған қамырды мен екіге бөлдім. Жартысына жайып, екіге бөлдім. Жаңағы немді салмамды екіге салып жаятын, орайтын боламын. Міне біздің бірінші орамамыз дайын болды. Енді табақшамызға мантавырканың каскісіне сұйық майымызды жағып, орамамызды орналастырамыз. Бетіне де сұйық майы жағуды ұмытпаңыз. Суымыз қайнады, үстіне дейтін орамамызды саламыз да. Екінші орамамды жаюды көрсеткен жоқпын. Енді пиццаның қамыры дайын болып қалған екен. Оны дөңгелектеп жайып, соусын дайындап, бір қасық томат, майонез салып, жақсылап тұрып араластырып, бетіне жаға қойасыз. Тез арада дайын болады. Балаларға балабақшадан келгенде тіске басарға тез дайындалуға өте керемет жеңіл пиццалардың түрі. Осындай щеткаңызбен соусын жағасыз. Одан кейін колбасаңызды ұсақтап, турап, сырыңызды салып, пешіңізге пісіріп аласыз. Балалар менде жағаласып, қасымда жүр. Соусы өте дәмді екен деп, колбасамды кішкене үрлеу етіп турадым. Аз ғана қалған сырым бар екен. Соны салдым. Одан кейін моцарелла сырын үстіне сеуіп жібердім қосымша. Өте дәмді, жұмсақ, бұлқылдап, әдемі болып пісіп шығады. Осы кезде пешіңізді 180 градуста 30 минутқа қойып қойсаңыз, әдемі көтеріліп, жұмсақ болып, бүлпілдеп пісіп шығатын болады. Міне біздің орамамыз дайын болып қалды. Пиццамыз да дайын болды. Балаларымызға кесіп, бөліп беретін боламыз. Ас болсын, сіздерге жасауға кеңес етемін. Тез арада жылдам дайындалатын тағамдардың бірі.